Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Біз бүгін Хазіреті Дәуіт алейхиссалам жайлы айтамыз. Видео бастамас бұрын каналға тіркеліп, жанында шыққан қоңыраушаны басып қойыңыздар. Дәуіт пайғамбардың есімі Құранның 16 жерінде ұшырасады. Дәуіт пайғамбар Хазіреті Жақыптың ұлы Яхуданың ұрпағы еді. Дәуіт алейхиссалам Исраил ұлдарына жіберілген пайғамбар, сонымен қатар өз қауымының патшасы еді. Дәуіттің тұсында қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған заман орнап, Исраил ұлдары бейбітте берекелі өмір сүрді. Дәуіт алейхиссалам темір өңдеудің хас шебері болатын. Құран кәрімде Дәуіт алейхиссаламның үні биязы екендігі айтылады. Бұған қоса, Дәуіт пайғамбар Забурды дауыстап оқығанда, оның айналасында таулар жылжып, құстар ұшып келетін болған. Әкесінің аты Иса болатын. Қой бағып жүріп үйірген сақпан тасы өте ұзаққа түсетін. Сом денелі күшті жігіт еді. Сондықтан алып жалутты шайқас үстінде сақпан тасын бір сілтегеннен мүрдем кетірді. Оның осы батылдығы ел ішіне кең етек алып, аты жалпақ жұртқа мәлім болды. Талут та оның бұл іс әрекетіне тәнті болып, қызын беріп, өзіне күйеу бала қылады. Өзі өлер алдында тағына отырудың өсиет етті. Талут бұл өмірден өткенде таққа Хазіреті Дәуіт отырды. Исраилдің 12 руы да оның патшалығын мақұлдады. Біршама уақыт өткен соң, Хақ тағала оған пайғамбарлық міндет жүктеді. Осылайша Хазіреті Дәуіт патшалық пен пайғамбарлықты бірдей атқарған алғашқы пайғамбар болды. Хазіреті Дәуіт қалың қол жинап, сол арқылы шартаратты өзіне қаратып, Құдысты астана етті. Сондай-ақ оған елін туралыққа бастау үшін Забур атты қасиетті кітап берілді. Бұл кітаптың 150 сүреден тұратындығы айтылады. Забур ибрани тілінде Рамазан айында түскен. Хазіреті Дәуіттің өзі Хазіреті Мұсаның шариғатымен амал еткен. Дәуіт пайғамбар аса тақуа, әр қадамын Алланың разылығы үшін басатын, Алланың салихалы құлы еді. Ол күнара ораза ұстайтын. Түннің бір уағында сәждеге бас қойып, Хақ тағалаға көп құлшылық жасайтын. Ол туралы Құранда Алла, мықты құлымыз Дәуітті есіңе ал, өйткені ол өте бойсынушы, деп оның өзінің құзырында рухы қаншалықты биік құл екендігін айтқан. Хақ тағала оған көптеген мұғжизалар берген. Атап айтқанда ол сөзге өте шешен еді. Бір нәрсені түсіндіре қалса, тыңдағандар тегіс қанағаттанатын. Сондай-ақ оған ғажайып дауыс берілген. Ол Забурды оқыған кезде дауысын естіген жан еріксіз тәнті болатын. Һәм темірден түйін түйетін ұста еді. Осы өнеріне сүйеніп, әртүрлі құралдар жасау арқылы өзіне және отбасына нәпақа табатын. Өзі патша болса да ешқашан мемлекет қазынасын жеке басының шаруасы үшін жұмсамайтын. Бірақ ол темірді балқытпай-ақ қамырда илеп қалаған қалпына келтіретін. Бұл оған берілген мұғжиза еді. Пайғамбар патша ел ішіндегі қазылық міндетті де өзі атқаратын. Бірде оған екі адам келіп, бірі екінші адамды көрсетіп, «Мынау менің өгізімді тартып алды» дейді. Әлгі адам «Жоқ, алмадым» деп мойындамайды. Жәбірленуші оған куә көрсете алмайды. Кейіннен Хазіреті Дәуіттің түсінде әлгі адамды өлтіру туралы 3 рет аян беріледі. Хазіреті Дәуіт әлгі адамға осы әмірді жеткізеді. Бірақ ол куәсіз адамды өлтіруге болмайды деп уәж айтады. Дәуіт пайғамбар бұл әмірдің айқын екендігін дәлелдеп бергенде ғана әлгі адам амалсыз мойындап, «Мен оның өгізін тартып алмадым, бірақ бұрынырақта әкесін өлтіргенім бар. Осы ісімді тірі жан білмейтін. Әйтсе де соның жазасы пешенеме осылай жазылған екен» дейді. Әлгі адам кінәсін мойындаған соң жазаға тартылып өлтіріледі. Осы оқиға желдей есіп, Исраил халқына тарайды. Сол сәттен бастап халқы жасырын түрде қылмыс жасаудан сап тияды. Патшалық пен пайғамбарлықты қатар алып жүрген Дәуіт алейхиссалам 40 жыл таққа отырып дүниеден өткен екен. Аллах адамдарға таңдап жіберген пайғамбарларға тек қана діни білім үйретіп қана қоймай, сонымен бірге оларға күнделікті өмір туралы мәліметтер берген. Аллах тағала Хазіреті Дәуітке темірді жұмсартып, одан түрлі бұйымдар жасауды үйреткен. Ең алғаш темір ұстасы осы Дәуіт пайғамбары болған. Хазіреті Дәуіт біздің пайғамбарымыз, оның өмірі ең көркем тілмен Құран кәрімде
баяндалады. Қызықты оқиғалар, күлкілі видеолар, жан түршіктірерлік жағдайлар, жаңалықтар және де әртүрлі сіз естімеген, көрмеген нәрселер біздің айналамызда бар, болған және болып жатыр. Яғни біздің әлемімізде Алла жаратқанның бәрі бар. Соларды сіздерге жеткізу үшін ашылған арнама тіркеліп, видеоларыма өз бағасын беріп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерді қызықты, әрі шынайы, сұмдық та әсерлі видеолармен қуантатын боламын. Қолдауларыңызға рахмет. Ораза ұстаған жандар болса, ниет қабыл болсын. Сіздер үшін бәрі бар арнасы. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.